Сәлем достар, сіздермен болған Жұлдызай Тоқа World арнасы. Достар, бұл бізде новый серия, тақырыбы көршінің қызы бірінші бөлім. Білесіздер, мен көп болды сериал шығармай кеттім, себебі менің қолым босамай жүр, өйткені бізде деген олимпиадаға бардым, тағы да мен деген ашық сабақтарға, яғни болып жатыр, солайынан уақыт болмай жүр, сол үшін де мен сіздерге видео түсіре алмай жүрмін. Менің қазір уақытым бос, сіздерге уақытым бос кезде сериал түсіруге уәде беремін. Бұл сериал сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып, және де колокольчикті басуды ұмытпайық. Және де активті көтеріп кетейік. Мен сіздерге сенемін. I love you. Ендеше біз бастаймыз. Кеттік. Анашым, рахмет сізге. Тамағыңыз өте ерекше болады ғой сіздің. Оқасы жоқ, барлығы сен үшін ғой. Қызым, бүгін жұмысыңа барасың ба? Я, жұмысқа барамын ғой, ақша табу керек. Енді ақша таппасақ, күніміз болмайды ғой, сізге де көмектескім келеді. Ақша таппай-ақ қойсаңшы, оданша сен жігіт тапсаңшы, үйленбейсің бе, жүре бересің бе осылай? Мам, қойыңшы болды, ұрыспай-ақ қояйық. Ендеше, ұрыспай тамағымызды ішейік. Дәмді болған тамағыңыз. Рахмет. Жарайды, мен еше кетейін. Айтпақшы, бір су, сосын тамақ алып кетесің бе, салып жіберейін бе? Жоқ, керек емес. Қой салып жіберейін тамағың. Яғни қарның ашады, тамақ ішсін сояқта. Жарайды, сіз қоймайсыз ғой. Қызым, міне мына сумкаға тамағыңды, сусыныңды барлығын салып қойдым. Міне, қарның ашады ғой жұмыста. Ой, мама, көп нәрсе салып жүрген жоқсыз ба? Мен бұның бәрін жей алмаймын. Жоқ, көп салған жоқпын. Аз ғой. Жарайды, сау бол. Ертерекке жарай ма? Жарайды, сау болыңыз. Ей жігіт, саған не болды? Аузың ашылып қалыпты ғой, аңқиып тұрсың ғой. Ей жігіт, мынау тірі ма өзі? Таң қалып тұр ғой. Жынды ма? Қайсыған қарап тұр, маған қарап тұр ма? Ей жігіт, туымнан түрту керек ба? Ей, жай кішкене. Өзің ғой, аңқиып тұрсың ғой. Тұрсаншы жолдан. Ой, кешір, өте бер. Тұрсай, жынды ма мынауың? Туй, ыңғайсыз болып қалды. Өзі сұлу екен. Сәлем, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Я, не болды? Қандай жаңалығың бар? Ой, келе салысымен, жаңалық дегенес, барып мен өзім жайғасып алайын. Формамды киіп алайын да. Айтпақшы, сенің мамаң тәтті, сок, сондай беріп жүретін еді ғой, берген жоқ па не? Берді ғой сол, алмайым десем деп берді ғой, қоймайды ғой. Тұр ғой, міне сумкамда. Мә, алшы. Жарайды. Ендеше мен барып формамды ауыстырып келейін. Қалайсыз апа? Бұл кім екен? Мен ғой, Нұрайлым. Қалайсың? Жақсы ма Нұрайлым бәрі? Я, жақсымын, сіз қалайсыз? Қалыңыз қалай дегендей. Жақсы. Жұмысқа келдің бе? Иә, сол кешігіп келдім ғой. Ұйқымнан тұра алмай қалдым. Ештеңе етпейді. Ендеше сіз тұрыңыз, мен өзім киімдерді тігейін дегендей. Жоқ, мен өзім тіге берем. Сен барып, сатушыларды қарсы алып, солай киімдерді көрсете бер. Жарайды. Сіз ба тағы? Ой, кездесіп қалдық ба тағы да? Сен менің артымнан аңдып жүрсің ба? Қалмай? Жоқ, бұяқтан мен киім алуға келдім, костюм дегендей. Я, қандай көмегім керек? Сен менің көршім боласың ба? Не қыласың? Болды, айтшы, алып кетші киіміңді.
Маған костюм ыңғайлы, бір шортик сондай бар ма сендерде? Жоқ, қазір көрейінші, бар ма, жоқ па? Өзі мінезі қырсық қыз екен. Жарайды, көрейінші. Мына костюм қалай? Қойшы, жап-жасыл ғой, жап-жасыл болып барам ба? Бір қара костюм болса болар еді, или көк. Так, мына киім ше. Қойшы, бұл да бір түрлі ғой. Жоқ екен бізде ондай. Бірақ қазір бір киімді әкеп көрсетейін. Ұнаса ұнайды, ұнамаса ұнамайды. Мінеки бізде осындай бар. Мінеки. Осы жақсырақ, қазір киіп көрейін. Сосын маған бір көк костюм бар ма? Қазір әкелемін. Мінеки әкелдім. Осы көк костюм. Жарайды, осы екеуін киіп көрейін. Қай жерде? Раскладка. Ой, тілінде келмей қалды ғой. Ол ана жерде. Жүріңіз көрсетіп жіберейін. Қалай мынау? Жарасып тұр ма? Ну, нормально, бірақ қатты жарасып тұрған жоқ. И дым да жарасып тұрған жоқ негізі. Бірақ нормально. Бұны алмай, маған да ұнап тұрған жоқ, вообще ыңғайсыз. Жарайды, костюмды киіп көрейінші. Аха. Костюм қалай екен? Әдемі ме? Маған ұнап тұрған сияқты осы костюм. Я, әдемі жарасып тұр. Сізге тағы да бір костюмдер әкеп көрсем, соны киіп көресіз бе? Я, әкеле беріңіз. Жарайды. Костюмды әкелдім. Біреуі розовый, және де асты деген шалбары сары. Ал мынау болса, бұл жасыл түсте. Қалай киіп көресің бе? Яғни сен деп сөйлей берейін. Вообще жас сияқтымыз ғой. Сенің жасың қаншада? Қыздың жасы 18-де, және де сұрамайды. Ой, жарайды, осы екеуін киіп көрейінші.